Сәлем достар, сіздермен керемет болып шығатын Цезарь салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдымен тауықтың төс етін ұзынша етіп турап аламыз да пергамент қағазының үстіне жақсылап жайғастырамыз, тура мен секілді. Сосын үстіне зәйтүн майын құямыз. Кесточканың көмегімен жан-жағына жақсылап жағып шығамыз. Кейін дәміне қарай тұз және бұрыш және паприка себеміз. Сосын духовкаға 180 градуста 30 минутқа құямыз. Енді сухари дайындау үшін батонды бір келкі қылып тураймыз және ортасын теңдей бөліп, 4 бұрышта қылып сақтаймыз. Бәрі бір келкі болу керек салатыңыз әдемі болу үшін. Ендігі кезекте сковородканы аламыз да үстіне зәйтүн майын құямыз. Сосын ұсақтаған нанымызды салып, баяу отта 1-2 минутқа араластырып қоямыз. Бұрыш себуді ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырамыз да баяу отта 1-2 минутқа қоямыз. Енді сол дайын болған сухариді ыдысқа саламыз, тез суы үшін. Келесі кезекте асылған жұмыртқаны алып теңдей ортасынан бөлеміз. Менде осылай бөлінді. Келесі кезекте черри помидорын пайдаландым. Черри помидорын теңдей ортасынан бөліп шығамын. Дайын болған тауықтың төс етін теңдей ортасынан бөлемін, яғни ірілеу болуы үшін. Капустаны жуып аламыз да бірден турамаймыз, осылай қабығын шет-шетінен шығарып аламыз. Мен үлкен капустаны қолдандым, барлығын бір-бірін шет-шетінен шығарып, бір капустаны түгелдей қолдандым. Міне. Енді соус дайындаймыз. Соус дайындау үшін алдымен оливковый маслодан 5 ас қасық, лимон согынан 3 ас қасық, горчицадан 1 шай қасық, және де балдан 1 шай қасық, сметанадан 3 ас қасық қолдансаңыздар болады. Сметана болмаса йогурт қолдансаңыздар болады. Соңынан 1 шай қасық тұзды қолдандым. Барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Менде осындай соус шықты. Енді бәрін бірге біріктіреміз. Тарелкаға алып алдымен мен секілді капустаны жайғастырасыздар. Сосын барып тауық етін жан-жаққа қоямыз. Тауық етінен кейін черри помидорын қоямыз. Жан-жағына әдемілеп қоюға тырысыңыздар. Сосын жұмыртқаны қоямыз. Енді дайын болған бағанағы сухариді бетіне жайғастырамыз. Ең соңғы этап соусты жақсылап көптеу етіп құясыздар. Міне бізде осымен керемет Цезарь салат дайын болды. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жұлдыз.